Сәлеметсіздер қадірмен көрермен, сіздер IT сервис KZ каналын көріп отырсыздар. Бүгін біздер ремонтқа келіп түскен телефон, ол Prestige деген телефон. Оның моделі PSP 5509 Duo деген. Келген мәселесі телефон Google аккаунт болғанын қолданған, мінекей Next деген міне бізде ашылмайды. Енді ағылшын тілінде біз қойып қойғанбыз. Егер телефондарыңыз осылай аккаунтқа түсіп қалған болса, Google аккаунтқа, онда үй жағдайында бұл блокировканы қалай ашуға болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. Ол үшін сіздерге кішкене дайындық керек болады. Біріншіден, сіздер мына Wi-Fi желісіне қосып аласыздар міндетті түрде. Интернетке кіріп тұру керек, ең бастысы телефон. Одан кейін жерде add another network дегенді бассаңыздар да болады, немесе next деп жаңағы Google аккаунт деген жерге басып, мына жерде клавиатура шығарып алсаңыздар болды. Одан кейін жерде сіздерде собачканың белгісі болады, немесе мынандай үтірдің белгісі бар. Осыған басып тұрасыздар. Настройканың белгісі шыққан соң жібересіздер. Одан кейін жерде languages, Android keyboard settings деген шығады. Екінші қатардағысын таңдаймыз. Одан кейін бізге text correction деген таңдаймыз. Personal dictionary английский. Және жерде плюс дегенді басасыздар. Және жерге кез келген бір сөзді жазсаңыздар болады. IT сервис мысалға. Одан кейін поискты басамыз. Поискқа Т деп жазамыз. Т әрпін жазасыздар. Одан кейін text to speech out деген таңдаймыз. Одан кейін мына жерде language input деген жерде text to speech output деген таңдаймыз. Одан кейін жерде Google Text to Speech English деген тұрады. Мына жерде және настройканың белгісі болады. Осыған басамыз. Және install voice data деген болады. Осыған басамыз. Жоғары оң жақта 3 нүкте. Open source лицензиясы. Загрузка болған күтесіздер. Одан кейін ашылған соң кез келген бір сөзді осы жерден қара жазудың қара белгінің ішіндегі кез келген таңдайсыздар. Үстінен басып тұрасыздар. Және ол белгіленген соң мына жерде жоғары оң жақта лупаның белгісі болады. Осыған басамыз. Және Google-ға бір рет басамыз да, оны өшіріп тастаймыз. Және ол жерге Google Chrome'да жазамыз. CH. Мінекей, CH деп жазсаңыз Google Chrome шығады, Chrome деген. Осыған басамыз. Браузерге кіреміз, яғни. Мына жерде accepted continue деген басамыз. No thanks. Енді аккаунт жазбаймыз, керек емес. Енді мына жоғарғы жаққа сайтта жазамыз. Кеңіздер ең оңай сайт teled.ru. Мына жерде файлы деген шыға қойды, қараңыздар. Дер осы файлы деген таңдай салайық. Мінекей, бұл жерде екінші қатардағы файлы необходимо для снятия блокировка FRP teled.ru дегенге басамыз. Және бұл жерде бізге мына файлдар шыға қояды дереу. Бұл жерде мінекей, бұл россиялық досымыздың сайты. Бұл жерден бізге керек болатын Android 5 деген. Скачат түрде 5 APK дегенді басамыз үстіне. Downloading деп скачат етіліп жатыр. Одан кейін бұл жерде Open деген шыға қойды. Бұл жерде программа для быстрого доступа FRP bypass скачат 2.APK деген. Осыған басамыз. Окей. Downloading. Бұл жерде Open'да басып көреміз. Ого, Settings'қа кірді. Unknown source. Осыған басамыз. Окей. Артқа бір рет қайтамыз. Жаңа Android 5 APK-ның үстіне тағы бір рет басамыз. Replace file деген, яғни үстінен қайтадан басу. Open деп шығуы керек ол бізде қазір. Open'ға басамыз. Енді бұл жерден мына жерде қараңыздар. FRP bypass қана орнатылып жатыр бұл жерде, көрдіңіздер ғой. Бірден нүкте APK, 1.5 APK орнатылмайды. Онда біз осы жерден артқа қайтамыз. Шатаспау үшін бір рет Google Chrome'нан шығамыз да, және жерде Google-ның приложениесінің ішіне біз CH-ті Google Chrome'ды өшіріп тастап, downloading деп жазамыз. Жоқ, онда бұл жоқ болса, файл деп жазып көреміз.
File. Мына жерде настройканы шықпай қойды дейм, қазір бір рет артқа қайтайық онда. Үстіне тағы бір рет басып тұрамыз мына жерде. Лупаға басамыз. Енді мына жерде мұны өшіріп тастаймыз да. Settings CH Google приложениесіне кірмей қойды мынау. Жарайды. Account privacy. Google аккаунт. Жарайды, мына жерден қазір. Мінеке, About-қа басайық қан. Send feedback. Help in feedback деген бар еді ғой. Және search деген жерге SW About switch access for Android. Жаңа кіріп тұрған жерден шығып кеттік. Search on Google. Кіріп тұрған жерден өзіміз шығып кеттік. Жарайды, мына жерге Maps деп жазып көрейікші. Maps. Google Maps. Опа. Мұнда да кірмеймін дейді. Open source licenses. Поделиться. Messaging. Кеңдерін жерден өшіріп тастаймыз да. 3.youtube.com. Ой. Поделиться. Maps. Мінеке. Google картаға кіріп алдық. Accept. Cancel бұл жерде. Yes. This means the cancel. Артқа бір рет қайтамыз. Мына лупаның ақ белгіге басасыздар. Одан кейін сіздердің тұрған жеріңіз анықтаған соң мына көк белгіге басамыз. Мына жерге өздеріңіз жақын болған бір көшенің атын жазасыздар или қала. Біздің жағдайымызда біз Абай дей салайық. Келіңіздер. Енді мына көк белгіге басамыз. Стрелка. Accept. Open Google. This is what it will sound like when navigating with Google Maps. Google Maps'te мына жерде бізде не шықпай қалды.
Open Google. Opening Google. Во, мінекей. No thanks. Жаңа үшіншіге басқан соң, сол жерде микрофон белгісі шыққан соң басады егесіздер. Енді міне, көрдіңіздер, жаңа біз осы папканы шығара алмай жатқан едік. Downloads'қа кіреміз. Бұнда да кірмейді екен. Қызық. Жарайды. Open Google. Opening Google. File Manager. Phone Storage. Download. Енді орнатылды. Download'тың өзінен болмайды екен, File Manager арқылы орнатуға болады екен. Accept. Бірақ жолдары бар екен, көрдіңіздер ғой. Жаңағы жерден де дереу орнатуға болады. Жерде Don 2.apk-ны орнатамыз. FTP bypass. Әрине енді жолы ұзарып кетті, бірақ ұзақ жолмен барсақ та біз мақсатқа жеттік. Мына жерде Open. Енді бұл жерден белгіге басамыз. 4 бұрышқа. Browser sign in деген шығады. Осыған басамыз. Мына жерде окей. Енді мына жерге өздеріңіздің Google аккаунттарыңызды жазасыздар. Телефонда ескі емес, жаңадан ашылған. Next. Енді мына жерге өздеріңіз парольдарыңызды жазасыздар. Пароль жазып болған соң, вход. Мына жерге артқа қайтамыз да. Жарайды. Яғни настройканың ішінен главный экран дегенге басып, осы кіргеннің барлығын артқа қайтамыз. Артқа шығасыздар. Яғни настройкадан дереу начальный экран дегенге баса салмақшы едік. Осы кіргеннің барлығын артқа қайтып шығамыз. Жаңағыдай көрдіңіздер ғой, камераға кіріп алсаңыздар, суретке түсіріп, сурет арқылы Google Maps-қа кіріп, Google Maps-тен мына жерде Next басасыздар. Google Maps-тің көмегімен Google Now приложениесіне кіріп алуға болады. Open Google деп айту арқылы. Немесе Открой Google деп. Мына жерде Next. Енді бізде тіл ағылшын тілінде тұр. Егер орыс тілінде тұрған болса, Открой Google деп ашасыздар. Мына жерде Skip Anyway, More, Next. Yes, Nerede skip дегенді таңдау керек еді. Бізді қайтадан қайтарып жатыр ғой, дейм артқа. Қорқатын ештеңесі жоқ. Егер осылай артқа қайтарып жіберіп жатса, nerede skip, next. Телефонда бір рет өшіріп қосасыздар. Батарейкасын ала салайықшы. Өзі жақсы бір телефондардың да телефон екен да, бұл телефон. Қазір телефон қосылған соң жалғастырайық. Мінекей телефон қосылып жатыр. Қытайский телефон болып алып, ағылшын тілін орыс тілін ауыстырып алсаңыздар да болады өздеріңізге ыңғайлы қылып. Skip anyway. Заряд өліп жатыр деп жатыр ол бізге телефон.
Заряд алатын несі де біз шегесінде екен бұның. Тамақ жейтін жері. Суырып қоя салайық. Next. Skip anyway. Next. Жерде skip, next. Және телефон қосылды толықтай. Телефон настройкасына кіреміз. FRP байпастарды өшіріп тастасаңыздар болады. Uninstall. Окей. Телефон настройкасына кіресіздер. Егер телефон өзіңіздікі болса, ішінде аккаунтын сол күйінде қалдырсаңыздар болады. Енді оны біз клиентке жасап жатырмыз, сондықтан клиентке біздің аккаунтымыздың еш қажеті жоқ. Сондықтан біз оны remove account деп өшіріп тастаймыз. About phone жайлы, яғни телефон жайлы мәлімет. Android 5-те 1. Бірақ осындай телефон болса да, ескі телефон болса да, жұмысы сондай екен. Көріп тұрсыздар, қандай уақыттарыңызды алады. Мінекей достар, егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.